Адамның ғұмыры жылдармен емес, жасаған игі ісімен өлшенеді. Артында өнегелі ұрпақ, ақ жарқын есім және адал еңбектің ізі қалған жандардың өмірі мәңгілік. Солардың бірі Меңліқұлов Көшен әкеміздің ғұмырын еске аламыз. Меңліқұлов Көшен 1926 жылы Тамды ауданының Аяқұдық ауылында дүниеге келген. Әкесі Пәткеев Меңліқұл, анасы Пәткеева Тұрғангүл, ағасы Меңліқұлов Ырыскелді. 1933 жылы Бұхара облысы Кенемех ауданында нөмірі 1 Киров атындағы орта мектебінде білім алады. 1948 жылдан бастап еңбек жолын Карл Маркс атындағы совхозда мал дәрігері қызметінен бастаған. 1955 жылы Ержанова Бибісара Қиятқызымен бас қосып, отау көтереді. Отбасында 8 перзент дүниеге келген, 5 ұл, 3 қыз. Меңліқұлов Көшен 1956-1960 жылдар аралығында совхозға қарасты Марат фермасында мал дәрігері, 1963-1966 жылдары Самарқанд қаласында мал дәрігерлік техникумында сырттай оқып білім алады. 1973-1980 жылдары Құрмантай фермасында мал дәрігері болды. Сол жылдарда көлік жоқ, отарларды атпен аралап мал емдейтін болған. Еткен еңбек еленіп, Меңліқұлов Көшен 1970 жылы Ленин орденімен марапатталады. 1980-1982 жылдарда Ақтам ветеринариялық пунктінде басшы болып қызмет етеді. 1983 жылы денсаулығына байланысты еңбек демалысына шығады. 1987 жылы дүниеден өтеді. Меңліқұлов Көшен әкеміздің әулетінде 8 перзент дүниеге келген. Оның 5-еуі ұл, 3-еуі қыз. Әулеттің тұңғыш перзенті Меңліқұлов Әбдәлім Көшенұлы. 1956 жылы Бұхара облысы Кенемех ауданында дүниеге келген. 1963 жылы мектеп табалдырығын аттаған. 1973 жылы орта мектепті аяқтаған. 1974-1975 жылдары отан алдындағы борышын өтеді. 1977-1980 жылдары Самарқанд қаласындағы техникумда зоотехник мамандығын сырттай оқып бітірді. Әбдәлім Көшенұлының шаңырағында 6 перзент дүниеге келген. Бүгінде ол кісіден тараған 17 немере бар. Ұрпағы өсіп-өніп, Қазақстанның Қостанай облысындағы Рудный қаласында қоныстанып, берекелі ғұмыр кешіп келеді. Меңліқұлова Қарлығаш Көшен қызы 1960 жылы дүниеге келген. Керзбұлақ ауылында жасайды. 6 перзенттің анасы. Бүгінде немерелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жатқан ардақты әже, ақ жаулықты ана. Меңліқұлов Әлім Көшенұлы 1963 жылы Керзбұлақ ауылында дүниеге келді. Әлім Көшенұлы ауылда 10 жылдық мектепте білім алған соң 1979-1982 жылдарда Самарқанд қаласында зооветеринария техникумында білім алды. 1982 жылы әскери қызметін өтеп, ауылға оралған Әлім Көшенұлы еңбекке етене араласып кетті. 1985 жылы Тұрдыбаева Бибісарамен бас қосып отау құрды. 1995 жылы Олжас атты ұлы дүниеге келеді. Олжастан Елжас есімді немере сүйді. Әлім Меңліқұлов 1984-1985 жылдары Тамды ауданы Керзбұлақ ауылы нөмірі 2 фермада мал дәрігері болса, 1985-1988 жылдары Тамды ауданы орман шаруашылығында орманшы болды. 1988-2013 жылдары Керзбұлақ ауылының нөмірі 2 фермасында мал дәрігері және ферма меңгерушісі. 2013-2017 жылдары Керзбұлақ ауылы шіркет қожалығының басшысы. 2017 жылы Керзбұлақ ауылы Олжас Әлім жеке меншік фермер қожалығының басшысы лауазымдарында жұмыс жасаған. 2015-2019 жылдарда халық депутаттары Тамды аудандық кеңесі депутаты, Өзбекстан Республикасы жоғары мәжілісі сенаты мүшесі қызметтерін атқарды. Меңліқұлов Әлімқұл Көшенұлы 1966 жылы Керзбұлақ ауылында дүниеге келген. 1983 жылы дүниеден өтті. Меңліқұлов Талғат Көшенұлы 1968 жылы Керзбұлақ ауылында дүниеге келген. Отбасылы, Керзбұлақ ауылында жасайды. Шаңырағында 2 перзент дүниеге келіп, бүгінде 4 немересі бар. Тұңғыш перзенті Назерке Астана қаласында тұрады. Тарих пәнінен шәкірттерге білім беріп келеді. Ұлы Бағдат Теміртау қаласында ұстаздық етіп, ұрпақ болашағына үлес қосуда.
Меңліқұлов Мақсат Көшенұлы 1970 жылы Керісбұлақ ауылында дүниеге келген. Отбасылы, 2 баласы бар. Тұңғыш қызы Аружан Қарағанды қаласында Бөкетов атындағы университетте білім алуда. Ұлы Мұрат Сарапшан қаласындағы колледжде білім алады. Меңліқұлова Қаршыға Көшенқызы 1972 жылы дүниеге келген. Қазіргі уақытта Астана қаласында тұрады. Отбасылы, 2 ұл тәрбиелеп өсірген аяулы ана. Бүгінгі таңда немерелерінің қызығын көріп отырған бақытты әже. Меңліқұлова Гүлдархан Көшенқызы 1976 жылы дүниеге келген. Отбасылы, 2 баланың анасы. Қазіргі уақытта Астана қаласында тұрады. Балабақшада тәрбиеші болып жұмыс жасайды. Өмірдің шынайы байлығы артында қалған ізгі ісі мен тәрбиелі ұрпағы. Бүгінде Көшен әкеміздің артында ұл қыздары, 21 немересі мен 41 шөбересі өсіп өніп, ата жолын жалғастырып келеді.